Атыраулық хакер Түркияда ұсталды. Әлеуметтік желілерде есте болса, атыраулық хакер деген атпен танылған Атырау облысының тұрғыны Анадолы жерінде ұсталды. Бұған дейін облыстық полиция департаменті сол әлгі ер адам бірнеше алаяқтық дерегі бойынша күдікке ілінгенін хабарлаған болатын. Жалпы атыраулық хакерді біз осы Атыраудағы бүтін бір отбасының қаза табуына байланысты және күдіктілерді іздеу барысы кезінен бері білеміз. Жалпы ақпанда күдікті Түркияның Самсун қаласында ұсталған хабарлады. Қазір Қазақстанның бас прокуратурасы күдіктіні елге қайтару бойынша жұмыстар жалғасып жатқанын жеткізді. Осылай. Ішкі істер органдары, полиция департаменті Атыраудың жоқ, олар шетелге шыққан жоқ деп жоққа шығарып жатқан кезде мен осы атыраулық блогердің, жаңағы енді Дубайдағы блогер деп хакердің жазбасымен бөлістім өзімнің әлеуметтік желімде, Фейсбукта тапсаңыз болады, және сол кезде бүйтіп жазған бір бұл қазақ детективінің, болашақ қазақ детективінің бейнесі деп жазған едім. Қазіргі мына цифровизация заманында мынау барлық жерде бейне камералар, бәріміздің қолымызда мына смартфон бар, сонда телефондағы жаңағыдай хат алмасулар, болмаса мынау биллинг арқылы көптеген қылмыстарды оңай ашуға болады қазір, жеңілдетілген. Ал ішкі істер органдарында полиция қызметкерлерінің барлығы бірдей, ондай хакерлік мүмкіндіктер жоқ. Ал жақсы хакерлар, болмаса жақсы мынау цифрлық әлемде мен жұмыс әлемдегі жақсы мықты мамандар, олар ішкі істер органдарынан азғантай жалақысын жұмысқа барғысы келмейді. Сондықтан мына детективтік қызмет туралы болсаң, осы керемет бір былайша бірін-бірі толықтыратын болады осы бағыттағы жұмыстарда. Хакерді білесіздер, Атырау ісі бойынша мына отбасы жоғалған кезде сим-карталарын аңдып, олар шетелге шығып кетуі әбден мүмкін, мына жерде болуы мүмкін деп өзінің расследованиясын жасаған атыраулық хакер Турцияда Самсун қаласында Интерполдың қолына түсіп ұсталып отыр. Жақын уақытта оны Турциядан Қазақстанға әкеледі. Ал не үшін ұстап отыр десеңіз, бұғанға дейін енді айтып жатыр сөйтіп заң өкілдері 13 миллион теңгедей алаяқтық істеген екен. Яғни біреуге программа жасап берем деген, біреуге андай услуга істеп берем деп сөйтіп біраз адамды алдаған дейді. Бұл өтірік па, рас па, енді ол жағын білмейміз. Бірақ та осылай халықаралық іздеуге жіберіліп, қазір Турциядан Қазақстанға экстрадиция жасалу жұмыстары болып жатыр. Енді ойларын жаза кетіңіздер. Қалай ойлайсыздар? Хакердің шынымен сондай кінәсі бар ма алаяқтық? Әлде бұл сол атыраулық іске араласпау керек пе еді? Шынымен де негізінде сим-картаны сөйтіп аңдып адамды қарау, ол уже біздің Қазақстанда заңға қайшы нәрсе, ол рас. Бірақ та бір жағынан енді ол бала жақсыз нәрсе істеймін деп ойлады ғой енді. Шынымен жақсы нәрсе істеді, мен көмегім тисе екен әйтеуір осы заңға деп еді, бірақ та өкінішке орай оны дұрыс түсінбеген сияқты біздің заң өкілдері. Дәл солай. Бұл істе хакер Атырау деген азаматтың да атын естіп қалдық, Ол жігіттің мәлімдемелері көмектесті ма жалпы сіздерге тергеуге? Енді жалпы шынын айтқан кезде сол кісінің берген мағлұматы енді расталып жатыр ғой көп нәрсесі. Енді құқық қорғау орындары арнайы өздері мағлұмат жасаған кезде айтты, кейбір нәрселерінде жалғандық бар деп. Хакер Атыраудың ба? Енді жалпы беріліп жатқан қазір көптеген мағлұматтарын деді. Бірақ енді оны рас өтірігін енді біз білмедік шын айтқанымыз. Бірақ енді көп нәрсесі, айтылған нәрселер хронология деп арнайы шығарды өзі. Бірақ көп септігі тигізді оның, септігі тиді. Атырау халқы 4 бірдей адам жоғалды. Әлі табылған жоқ. Екеуі ерлі-зайыптылар балиға кетіп қалды деді. И то оны хакер айтты, ол белгісізді. Пока резонансты өшірудің жолдары жасалып жатыр. Қалай? Осы орайда, осы іздестіру барысында розыске хакерді қатар қосты. Бірақ ешқандай основания жоқ. Просто қосты. Хакерді қолдап көптеген блогерлер жан-жақтан қолдап хакерға вниманиені аударатын олар білді да. Сол себептен хакерге розыск қойды. Қазір барлығы хакерді қолдап жан-жақтан жазып жатыр да. Анау деп, мынау деп. Ал мына жақта жаңағы жоғалған адамдар тағы да оларға туып жатқан резонанс басылып қалды. Сөздің шыны керек. Ал қарап тұрсақ, бұл жерде тіпті Атыраудың өзінде кейбір блогерлер өзінің қылмыстарын көрсетіп, халықтың назарын аударуда. Бұл дегеніміз қылмысты аша алмай жатқаннан кейін резонансты халықтың назарын жан-жаққа аудару. Хакерге, тағы да бір басқа блогерлерге, хакерді қолдап жатқан блогерлерге деген сияқты.
Бірақ та негізгі біздің мақсат бұл адамдарды бізге тауып беруін сұрау. Иә, біз осыны сұраймыз, тауып беруін. Неге Қазақстанда спокойно қылмыс жасап адам жоғалып кетеді? Ол тірі екені белгісіз, әлі өлі екені белгісіз, ешқандай халыққа қалай өлгені айтылмайды, не мен өлгені айтылмайды, қалай өлтірілгені айтылмайды, ешқандай информация берілмейді олар туралы. Бұл тек Атыраудың ғана трагедиясы емес, бұл Қазақстанның трагедиясы деп білеміз. Анау шетел асып кеткен Қайсар, шетел асып кеткен хакерлерді іздегенше, шетел асып кеткен Сұлтан тауып беріңіздер біздерге. Халық уайымдайды. Бұларға интересіне болғаннан, бұларға халыққа қызық болғаннан халық уайымдап тұрған жоқ бұны. Халық өздерінің өмірі үшін. Осындай қылмыс болып, ол шешілмей жатқандығына уайымдайды. Сол себептен қандай да бір информация болса, оның барлығын халыққа айтып отыруларыңыз керек. Резонансты басу үшін емес, нақты қылмыстың болған жайттарын барлығын халыққа ашып айтылуы керек деп ойлаймыз. Ешкісі бар, 16 бас қой бар, 15 ешкісі бар. Біз барып садағанда 9 бас, 10 шақты бас ірі қара мал болды. Ұсақты бәрі қосқанда. Ноябрьдің 13-інде сатқан, сосын декабрьдің 11-12-лерінде сатқан. Әуелі қой ешкісін сатқан, 16 бас, содан кейін 2 бас сиырын сатқан. Алған кісі осы ауылдың кәсіпкері, шаруашылыққа керек дегесін жаңаша көмектескен болу керек. 16 бас қойды алдым деді, сосын 2 бас сиырын алдым деді. Ал ешкілерін басқа мақсатта өзінің басқа телефон арқылы оны сатқан тағы. деген. Мен пікір алмасып жазысып жүргенбіз, бір кезде кеше маған бір сурет жіберді, аға мен осындай баламын деп. Мен не істерімді білмей қалдым, не жазарымды білмей қалдым. Көмектесе аласыз ба деді. Ол жағдай енді білмеймін, өте ауыр, кәдімгідей қабылдадым, мен қатты қабылдадым, аяқ асты өйткені күтпедім мен осындай баламын деп. Кеп тұрғанда жап-жас 16 жастағы бала. Бірден әрине көмектесемін дедім. Қолымнан келгенше мен сенің Каспий голдыңды бәрін жібер салайын. Енді сөйлей аласың ба деп едім. Сөйлей алады екен аздап, содан кейін видеозвонокқа шықтым. Видеозвонокпен сөйлескенде жүрегім кәдімгідей бәтсіз шығып кетті ғой жүрегімнен. Сондықтан достар, бір қазаққа, бір қазақтың баласына тамшыдай болсын көмектесейікші. FIFA ойнап жүргендер бір күн FIFA ойнамай қояйық, суши жеп жүргендер бір күн суши жемей қояйық, ставка қойып жүргендер бір күн ставка қоймай қояйық. Жалпы бір күн бір нәрсені қысқартып, Димаштың еміне үлкен бір көмек жасап берейікші. Негізі садақа деген саған келе жатқан қауіптің бетін қайтарады екен. Саған келе жатқан жамандықты тоқтатады екен. Сондықтан да достар, Димашқа да өздеріңізге де бір үлкен жақсылық жасасаңыздар. Димаш Ақтауда тұрады, анасы бар, бір қарындасы бар, бір інісі бар. Анасы жұмыссыз, әкесі жоқ екен. Сондықтан достар, қазір мына YouTube'ты көріп отырсыздар, басқа жаққа ауысып кетпей, басқа жерді аралап кетпей, қолдан келгенше 1 минут қана уақыттарыңызды бөліп Димашқа көмектесейік. 1 минут қана уақыттарыңызды бөлесіздер, болды. Садақаның, сауаптың үлкен кішісі болмайды. Әркім қолынан келгенше көмек жасасаңыздар. Мына жерде Димаштың өзінің анасы голды осыған жіберсеңіздер. Қайта өтінбей қояйын, мен сіздерге сенемін. Барлықтарыңыз жүректеріңізде жылу бар, жанашырлық бар. Себебі сіздер қазақсыздар. Қазақтың қанында бар бір-біріне көмектесу деген. Димаш бауырымызға Алла тағала жар болсын, шипа берсін. Ал Димашқа көмектескендерге Алла разы болсын. Рахмет. Ассалаумалейкум, қалайсыздар? Мен Дінмұхаммед. Мен осындай қаласында отырамын. Тағыдырды еме ақсайдырық соған көмек қолын созсаңыздар. Саламатсыздар ма қазақ елі? Мен Дінмұхаммедтің анасымын. Ұлым Дінмұхаммед Аристанов, жасы 20-да, Маңғыстау облысы Ақтау қаласында тұрамыз. Ұлым туғаннан бастап ДЦП.
өздігінен жүре алмайды, ішіп жей алмайды. Біздің арманымыз Мұхаммедті аяғына тұрғызып, өздігінен жүріп, өмірге бейімдеу. Осы мақсатта бізге Түркия Стамбул қаласындағы мамандырылған орталық ем қабылдау мүмкіндік беріп отыр. Дегенмен бұл емнің құны біз үшін қымбат, 15 миллион теңге. Қазірге дейін барымызды салып, біздер 2 миллионға теңге ақша жинадық. Қалған 13 миллион теңге жетпей тұр. Бізге көмектесем десеңіз, төмендегі реквизитке аударуыңызға болады. Көп түкірсе көл болады. Сіз берген әрбір теңге Мұхаммедтің болашағына үміт, өмірге деген сенім, Алла Тағала берген әр садақаларыңыз еселенген сауаптан жазсын. Алла ұрпағыңыз аман етсін. Ешбір ана баласын көз жасы төгілмесін.